Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған тиктоктағы видеоларыңа қалай оп-оңай жолмен лайк жинауға болатынын айтқым келіп отыр. Егер де саған осы тематикадағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен тиктоктағы видеоларыңа оп-оңай жолмен лайк жинау үшін саған мынандай сайт керек болады. Бұл сайт туралы мен телеграм каналыма жаздым. 9 сентябрь күні телеграм каналыма мынандай пост шығардым. Бұл посттың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам, егер де саған мына сайт керек болатын болса. В общем, телеграм каналымдағы постта мынандай көк жазумен жазылған жазу бар, сайттың ссылкасы деген. Жаңағы сайтқа тап болу үшін мына сөздің үстінен басасың. Мынандай нәрсе пайда болады, перейти деген кнопканың үстінен басасың. Сол кезде мына сайтқа тап боласың. Тиктоктағы видеоларыңа оп-оңай жолмен лайк жинау үшін ең бірінші мына сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу жағын көрсетпеймін, кез келген адам кез келген сайтқа тіркеле алады деп ойлаймын. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін тиктоктағы видеоларыңа лайк жинау үшін ең бірінші бұл сайттағы балансың толтырасың. Балансың толтыру үшін мына жерде көріп отырғаныңдай баланс деген кнопка тұр. Балансың толтыру үшін осы кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғаныңдай бұл сайттағы балансыңды неше түрлі электронный кошелектермен толтыруыңа болады. Сенде қандай электронный кошелек бар? Мысалы үшін Kiwi кошелек болатын болса, сенде Kiwi кошелек дегеннің қапталына точка қоясың. Введите сумму платежа деген жерге бұл сайттағы балансыңды қанша ақшаға толтырғың келеді. 100 рубльге толтырғың келетін болса 100 деп жазасың, 200 рубльге толтырғың келетін болса 200 рубль деп жазасың, пополнить дегенді басасың. Мысал ретінде мен банковская карта арқылы толтырам, яғни банк карточкасы арқылы толтырам. Банковская карта дегеннің қапталына точка қоям. Банковский карточка арқылы толтыратын болсам 0% комиссиямен толтырам. Бұл сайттағы балансымды қазір 100 рубльге толтырып көрем. 100 деп жаздым, пополнить деген кнопканың үстінен басам. Мына жерге банк карточкамның номерін жазам. Ол үшін Kiwi'дің сайтына барам. Kiwi'де мынандай виртуальный карточка ашуға болады. Банк карточкамның номерін скопировать етіп алдым. 10-21-не дейін жарайды. Банк карточкамыз. SWIFT номерімізді копировать етіп аламыз. CVC деген жерге қоямыз. Оплатить деген кнопканы басамыз. Көріп отырғаныңдай 5 комиссия толтырайын деп жатырмын бұл сайттағы балансымда. Қазір телефон номеріме SMS келді уже. Айтқанымша болған жоқ. 629-348 629-348 деген кодты жібереміз. Маша сес истекла дейді. Бұны қалай түсіне болады? Қайтадан жазып көреміз. Копировать. В общем, осы жерден видеоны тоқтата тұруға тура келіп тұр. В общем, жаңағы сайттағы балансым толтырдым. Магазин деген кнопканы басамыз, қайтадан келеміз. Көріп отырғаныңдай балансым толтырдым 100 рубльға. Енді бұл сайт арқылы тиктоктағы видеоларымызға лайк жинау үшін сделать заказ деген кнопканың үстінен басамыз. Категория деген жерде, выберите категория деген жерде. Көріп отырғаныңдай бұл сайт арқылы тек қана тиктоктағы видеоларыңа лайк емес, тағы да басқа әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңа, видеоларыңа, тағы да басқа нәрселеріңе лайк, подписчик, просмотр, тағы да басқа нәрселер жинауға болады. Біздерге тиктоктағы видеоларымызға лайк керек болғаннан кейін мына жерде тикток деген таңдап аламыз. Вид накрутки деген жерде біздерге лайк керек. Лайкты, 1000 лайкты 33 рубльге жинауға болады. Соны таңдаймыз. Ссылка деген жерге тиктоктағы аккаунтымызға барамыз. Тиктоктағы аккаунтымыздан лайк жинағымыз келген видеоның ссылкасын аламыз. Ссылкасы
міне копировать ссылку дегеннің үстінен басамыз. Мына сайтқа келеміз. Ссылка деген жерге видеомыздың ссылкасын қоямыз. Количество деген жерге видеомызға 50 лайк жинап көреміз. 50 емес, тіпті 100 лайк жинай қояйық. 100 лайкты 3 рубль 30 копейкеге жинаймыз. Заказать деген кнопканы басамыз. Заказымыз бар ма жоқ па қарап көреміз. Мои заказы дегенді басамыз. Пайда болды ма, болған жоқ па. 100 лайк жиналған жоқ, әлі мына жерден шығады. Запускается дейді. Обновление жасаймыз. Запускается дейді. Видеоны осы жерден тоқтата тұрам. Видеомыз, мына жердегі видеомызда 188 лайк бар. Мына видеоға қазір тағы да 100 лайк қосылу керек. Видеоны осы жерден тоқтата тұрам. Сонымен видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл видеоны мен келесі күн жазып отырмын. Қазір сағат 11-ге 20 минут қалды. Видеоның бас жағын кеше түнгі 11-де жазып бастадым. TikTok'тағы видеомызға 100 лайк жинадық. Мына жерде көріп отырғаныңда цена деген жерде 100 лайкқа 3 рубль 30 копейк төледік. Остаток деген жерде 0 деп тұр, яғни 100 лайктың барлығы жиналып болды деген сөз. Было дейді. Яғни мен TikTok'тағы видеомда басында 188 лайк болды. Қазір TikTok'тағы видеомызды қарап көреміз. 288 лайк болу керек. Статус деген жерде завершен деп тұр, яғни TikTok'тағы видеомызға лайк жиналып болды деген сөз. TikTok'тағы аккаунтымызға кіріп қараймыз. Обновление жасаймыз. Смотреть профиль дегенді басамыз. Видеомызды қараймыз. 291 лайк. 188 лайк ет, 100 лайк жинадық. 288 лайк болу керек негізі. Бірақ 291 лайк жиналған. Яғни тіпті 3 лайкты тегін жинап берді деген сөз мына сайт. Көріп отырғаныңдай бұл сайт арқылы TikTok'тағы видеоларыңа лайк жинауыңа болады. Сосын бұл сайтта тек қана компьютермен емес, телефонмен де қолдана беруіңе болады. Сосын бұл сайтқа міндетті түрде мен сияқты 100 рубль емес, 50 рубль салып қарауыңа болады, басында тексеріп көру үшін, егерде маған сенбейтін болсаң. Бұл сайтты өзіңнің керегіңе жаратасың деп ойлаймын. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.